Әдебиеттік оқу. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты. Қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып, шумақтар мен санамақтар құрастыру. Тапсырма. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында. Мәтінді 2-3 рет қайталап оқуыңды сұраймын. Өйткені тапсырмалардың барлығы осы мәтін мазмұнына байланысты болады. Мәтіннен берілген сұрақтардың жауабын тап. Қоршап сыз. Бірінші сұрақ. Қара қазан деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Осы сұрақтың жауабын мәтіннен табамыз, қоршап сызамыз. Екінші сұрақ. Халық қара қазанды неліктен қастерлеген? Сұрақтың жауабын мәтіннен табамыз, қоршап сызамыз. Үшінші сұрақ. Мәтіннің мазмұны бойынша иә немесе жоқ деген жауап беретіндей етіп, бір сұрақ құрастырып жаз. Өлеңді оқы. Сызықшаның орнына ұйқасқа сәйкес келетін төлдің атауын қойып, өлеңді толықтырып жаз.